Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызда үшбұрыштар теңдігі белгілеріне есептер шығарамыз. Бірінші тапсырманы қарастырайық. А және Б нүктелері С түзуіне қатысты әртүрлі жарты жазықтықтарда жатыр. С түзуіне жүргізілген АС және БД перпендикулярлары өзара тең. Бірінші, АСД және БДЦ үшбұрыштарының теңдігін дәлелдеңіздер. Екінші, егер АДЦ бұрышы 42 градусқа тең болса, онда АЦБ бұрышын табыңыздар. Алдымен есептің сызбасын салайық. Осы түзуге қатысты әртүрлі жарты жазықтықтарда жататын А және Б нүктелерін салайық. Енді А және Б нүктелерінен С түзуіне перпендикуляр тұрғызамыз. АС және БД перпендикулярын жүргіздік. Сонда мынау бұрыштарымыз 90 градустан болады, яғни тік бұрыш. Және есеп шарты бойынша бұл перпендикулярлардың ұзындықтары тең, яғни АС БД-ға тең. Енді А нүктесін Д нүктесімен және С нүктесін Б нүктесімен қосайық. Сонда АСД және БДЦ үшбұрыштарын аламыз. Біз осы екі үшбұрыштың тең екендігін дәлелдеуіміз керек. Үшбұрыштарға назар аударып қарайық. Бұл үшбұрыштарда АС және БД қабырғалары тең. Сонымен қатар АСД бұрышы БДЦ бұрышына тең, олар 90 градустан. Және бұл екі үшбұрышқа СД қабырғасы ортақ. Сонда оқушылар, біз осы жерде үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі орындалып тұрғанын көріп отырмыз. Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісін есімізге түсірейік. Егер бір үшбұрыштың екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрышы, екінші үшбұрыштың сәйкес екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрышына тең болса, онда бұл екі үшбұрыш тең болады. Ал егер екі үшбұрыш тең болатын болса, онда олардың барлық сәйкес қабырғалары және сәйкес бұрыштары тең болады. Ендеше АД қабырғасы СБ қабырғасына тең. Және А бұрышы Б бұрышына тең. Сонымен қатар АДЦ бұрышы ДЦБ бұрышына тең болады. Ал біз АДЦ бұрышының 42 градусқа тең екендігін білеміз, мынау бұрыштың. Олай болса, оған тең болып тұрған ДЦБ бұрышы да 42 градус болады екен. Егер АДЦ бұрышы 42 градусқа тең болса, онда АЦБ бұрышын табуымыз керек. Суреттен қарап отырмыз, АЦБ бұрышы бұл мынау екі бұрыштың қосындысынан тең. Яғни АЦД бұрышы мен ДЦБ бұрыштарының қосындысына тең болып тұр. Ал біз білеміз, АЦД бұрышы 90 градусқа тең және ДЦБ бұрышы 42 градусқа тең. Ендеше олардың қосындысы 132 градус болады. Сонымен біз іздеп отырған АЦБ бұрышы 132 градусқа тең екен. Жауабы 132 градус. Енді екінші тапсырманы орындайық. Суреттен ұқсас үшбұрыштарды тауып, олардың ұқсастығын дәлелдеңіздер. Біз мынау сурет бойынша ұқсас үшбұрыштарды іздейміз. Біріншіден, қандай үшбұрыштарды көріп отырмыз? Біз қазір үшбұрыш АЦБ және БДА үшбұрыштарын қарастырайық. Осы үшбұрыштарда өзара тең бұрыштардың бар екендігін көріп отырмыз. Яғни АЦБ үшбұрышында САБ бұрышы, БДА үшбұрышында ДБА бұрышына мынау бұрышқа тең екен. Келесі, АЦБ үшбұрышының СБА бұрышы БДА үшбұрышының ДАБ бұрышына тең.
D, A, B бұрышына тең. Тағы да осы екі үшбұрышты назар аударып қарайтын болсаңыздар, ол екі үшбұрышта А, Б қабырғасы ортақ. Ендеше осы жерде біз үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісінің орындалып тұрғанын көріп отырмыз. Үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісін есімізге түсірейік. Егер бір үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес жатқан екі бұрышы, екінші үшбұрыштың сәйкес қабырғасы мен оған іргелес жатқан екі бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Енді бұл үшбұрыштардың теңдігінен олардың АС және ДБ қабырғаларының тең екендігі шығады. Сонымен қатар АСБ үшбұрышының С бұрышы АДБ үшбұрышының Д бұрышына тең болады. Енді оқушылар осы суретті жақсылап назар аударып қарасақ, бұл жерде тағы да тең үшбұрыштар бар сияқты. Соны тексеріп көрейік. Қазір біз СБ және АД кесінділерінің қиылысын нүктемен белгілеп қояйық. N нүктесі болсын. Сонда ACN және BDN үшбұрыштары шығады. Енді осы үшбұрыштарды қарастырайық. Бұл үшбұрыштарды алдыңғы бөлімінде дәлелдеп кеткеніміздей, ACN бұрышы NDB бұрышына тең. Яғни бұрыш С тең бұрыш D деп жазайын. AC DB-ға тең. Енді CAN бұрышы мен DBN бұрыштары тең бола ма, болмай ма? Соған назар аударыңыздар. CAN бұрышы жалпы қалай табылар еді? Бұл CAB бұрышынан DAB бұрышын азайтқанға тең. Ал егер DBN бұрышын табатын болсақ, DBA бұрышынан CBA бұрышын азайтқанға тең. Енді біз есеп шарты бойынша CAB бұрышы мен DBA бұрышының тең екендігін білеміз. Мынау үлкен бұрыштар. Және сол сияқты DAB бұрышы мен CBA бұрышының тең екенін білеміз. Бұдан шығатыны CAN бұрышы DBN бұрышына тең болады екен. Ендеше бұл жерде үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі орындалып тұр. Бір қабырға мен оған іргелес жатқан екі бұрыш арқылы. Сонымен үшбұрыш ACN тең болады үшбұрыш BDN-ге. Сонымен оқушылар, біз бүгін үшбұрыштар теңдігінің белгілеріне тағы да есептер қарастырдық. Енді үйден өздеріңіз осы есептерді орындап, бүгінгі сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.